Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бұл есепті екі мүшеге келтірілетін типті есептерге жатады. Өйткені түбір асты пен түбір асты 12 екеуін бір иррационал санға келтірсек болады. Түбір асты 12-ні 4 көбейтілген 3 десек, бұдан 2 түбір асты 3 шығады. Сондықтан оны былай жазып аламыз. 1 минус түбір асты 3 минус 2 түбір асты 3 деп. 12 сонда 2 түбір асты 3-ке келеді. Енді бұл екеуін қосып береміз. Сонда 1 минус 3 түбір асты 3 1. Бұны иррационалдықтан құтылудың екі мүшелік тәсілімен істей береміз. 1 минус 3 түбір асты 3-ті бөлшектің алымында бөлімнеді көбейтеміз осының түйіндесіне. 1 плюс 3 түбір асты 3 болады бұның түйіндесі. 1 плюс 3 түбір асты 3. Сонда қысқаша көбейту формасы бойынша 1-дің квадрат минус 3 түбір асты 3-дің квадратына келеді. 1 минус 3-дің квадраты 9, түбір асты 3-дің квадраты 3, 9 3-ке көбейтетін болсақ 27. 27. 1 плюс 3 түбір асты 3. 1-ден 27-ні алсақ минус 26, минусты бөлшектің алдына шығарып жіберсек 26. 1 плюс 3 түбір асты 3 күйінше қалады. Міне есебіміз шықты. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.